Ал енді тамақ ішіп, театр көріп, кішкене түсейік, жүрейік бір сағаттай жатардың алдында әйтпесе. Бұл круизде тек қана семіресің ғой, тамақ ішесің, ұйықтайсың, жүресің. Барып жүрейік, көрейік. Айгүл ханым. Иә. Жүр. Көрейік. Шыны жаяу жүрейік бір сағаттай. Бәрі ұйықтап жатыр уже. Қазірде мынандай сезон емес та круизный. Елдер аз қазір былай, онша көп емес. Театрға сыймай қаласың, барлық жерде очередь. Біз ол кезде жақсы еді, не ауа райы? Барған кезде ана. Бірінші круизге барған кезде. Жоқ, қазір жақсы, керемет. Жоқ, адам аздау деймін да қазір. Соны айтып атқан жоқ мен. Адам өте көп еді. Біріншіде адам өте көп еді, сұмдық еді. Қазір рахат енді. Қазірде адам аз емес, мен ойлағам. Адам бұдан да аз болады деп ойладым, шыны керек. Аз болады деп ойладың ба? Иә. Жоқ енді адам, менің ойымша шіли көп емес. Жаздың күні қалай болады? Ойба, жаздың күні масқара болатын шығар. Как селедка в бочке болатын шығар. Болады дейсің, бірақ жазғы тариф 2 есе ғой. Жазғы тариф бірақ та 2 есе болады, иә. 2 есе қымбат болады. Біз где-то 2000 қанша төледік өзіміздің ақшамызбен? Иә. 2300 төледік доллар, қалған бонус. И в общем тотали 2300 болғанда біз 2300 ай сайын $100 төлеп тұрдық қой екеуміз. Айгүл $100, мен $100. И бұл компания $100 тағы да сендерге бонус береді. Сол ақшамен бірге 4600 болды ғой екеумізге. Бірақ ол программа қазір осы маусым 2026 маусымда бітеді. Оған үлгермейді қазір кіргендер. Бірақ ол программада үлгермейсіздер уже қазір. Келесі жылдан бастап уже біз полностью бонусный балларды не қылдық, келдік қой. Ал енді келесі жылдан бастап енді полностью бонусный балдарыменен қосып ала алмайсыңдар. Жартылай өздерің төлейсіңдер, жартылай бонустардан алынады да. Сол сондай. Ал бұлай негізі өздеріңіз бұлай инкруиз компания арқылы емес, бұлай сатып алатын болсаңыздар. Где-то 7000 евро, 7000 евродан 10.000 евроға шейін ол сондай средний. Біз тоқтаған кают сияқты біздің опциялар. Ал енді мына свита, мита деген нелер бар, $16.000 каютасы аптасына. Сондай. Бұл енді ең қымбат Европада ең мықты нелер ғой, MSC деген компанияны. Бұл онда неше түрлі лайнерлері бар бұлардың. Теңіздеміз. Ертең неде боламыз? Генуяда, Италияда азанда. Ай деген жарқылдап тұр, теңіз деген шырылдап тұр. Пазыл мен Айгүл дегендер қыдырып жүр дейма. Сондай сендерге де баршыларыңызға бұйырсын. Сол инкруиз компания арқылы ғой, в общем говоря. Қазір көбісі бүгін мысалы Қырғызстан азаматтары өте көп. Өзбек бауырлары да көп жүр, өте көп. Қазақтар бір 2-3 адам көрген шығармыз солай. Зайыптылар. Сондай бауырлар. Бұлай керемет демалыс енді. Мынандай демалыс ше. Мерси бол. Мынандай демалыс енді мықты. Отельден отельге көшіп жүрмейсің, чемодан тасып жүрмейсің, бір кірдің ба, тамақ бәрі тегін. Соны жейсіз, бірақ та мынау ішетін болсаңыздар, о жақта да опциялар бар, картамен. Біз мына жаққа кірген кезде бізге айтты адам басына аптасына 257 евро, күніне 47 евро арақ ішетін болсаңыздар. Сондықтан сондай бір қазақ жігітпен сөйлестік, ол вообще $1000 төледі. Тек қана ол әркімнің опциясына байланысты. Қандай опция алып жатсыздар. Потом оның саунасы бар. Саунасы да бөлек тағы да. Біздікі без сауна. Біздікі әлі бәрі опциялар емес енді. Сондай. Кейбір нелер бар, өздерін қалтадан төлейсіңдер. Мысалы мынандай біз жеп жатқан ресторандар олар тегін. Ал енді бөлек мынандай бір бұлай ненің бойындағы ресторандарға баратын болсаңыздар, артында
мынау арақ марақ су му пу в общем кола мола бәрі ақшамен төлейсіңдер. Сондай. Ал и тағы да ресторандар туралы, анау біз жеп жатқан ресторандар тегін, азанда, кешке, обедте, и анау буфет азаннан кешке шейін ашық тұрады. 1:30-нан 21:30-ға шейін. Сондай. Ал енді басқа жерде енді закусон, макусон, ресторандар өте көп. Пиццерия, неше түрлі ресторандар бар. Бөлек кішігірім, кәдімгі анау далада жүрген кезде ресторандар болады ғой, тура сондай ресторандар бар, бірақ та ояқта өздерің өз қалталарынан ақшамен төлейсіңдер, болмаса карточкамен. Сондай, а бірақ негізі өте керемет демалыс ше. Керемет. Бұл жаққа тек қана семіресің ше бұл жерде. Спортзал бар, спа бар, бәрі бар. Енді тағы да айтып өтейін, ол сендер алып атқан опцияларына қарай. Сондай. Не құрылым опциялары көп, ол құрылымда бонустар көп кетеді, ақшаларын көбірек төлейсіңдер. Баршаларыңызға қайырлы түн, MSC World Европа деген кемеден. Мамақай.